чего состоял гардероб казахской женщины? Начнем с нижнего. Давай. Это был шкуйлек. Кто себе мог позволить, это носили шелк. Сорочка нижняя. Да, нижняя сорочка, шкуйлек, сорочка. А в основном это был хлопок. Потом носили уже платье разного кроя, разных форм, опять же, по возрасту. Да, конечно, в штанах удобно, все это. Но платье все-таки у него свое место. Мен кітап көп оқитындықтан бір жұлдыз журналынан бір мынандай не оқыдым. Жастар сол кезінде мысалы мал күзетеді екен, қой күзетеді, қойдың кезегіне шығады, өйткені ит құс дейді мысалы қасқырды. Содар шауып кетпесін деп қойдың күзетіне шығады. Сонда бір жас келіннің айтқан әні. Енді мен ән айта алмаймын, оның қандай мақамға салғанын да білмеймін, бірақ бұраң сөз көйлек кимедім, бұралып үйде жүрмедім деген енді бір ән. Сонда енді ана қыздың жастай ұзатылғандығы бірінші, екінші сол кезде біздің қазақ мәдениетіне мысалы 17-18 ғасырдың өзінде Францияның енді француз көйлек кимедім деген сөз ғой, бұраң сөз деп отыр.